Жетісу өңірінің жүйрігі, Айбынды Алакөлдің жағасынан келген, атақты Шарал ауылынан келген, нөмірі 34-ші ұлар қауышып бас бәйгені жеңіп алды. Бас бәйге Нива автокөлігі. Бәрекелді, жүлделеріңіз құтты болсын. 10 айналым бойы алдына қара салмай, дара келген ұлардың жүйрігі баршамызға жүгісті болсын. Бәрекелді, босағаларыңыздан ат, белдеулеріңізден ат, босағаларыңыздан бақ кетпесін, шаңырақтарыңыздан қуаныш кетпесін. Жер жараты Жетісуға, Тарбағатай өңірінен, қасиетті Ақсуат елінің ағайыннан ақ сәлемімізді ала барыңыздар. Осы елдің мәрттігін, жомарттығын, қонақжайлығын жария бара беріңіздер. Жүлдеден жүлде көрмей, алаш аспанды алаш аламанның алды бола беріңіздер. Жүлделеріңіз құтты болсын. Ұлар, атақты ұлар, мені Ақсуат қаласында алдына қара салмай, бауырын жерге тигізіп, кекінің күнге сүйгізіп, жүлденің ағайын жамағат, бүгінде 1 шілде 2025 жыл Абай облысы Ақсуат ауданы Жәнтке ауылында осы атамыз Қалиаждар Нұрасқар атында дүбірлі ат бәйгесі болып жатыр. Бұл кісінің өмірден өткеніне 10 жыл болды. Өзіміздің анамыз, өз шешемнің қайтыс болғанына 20 жыл болды. Апамызға 50 жыл болды. Сол кісілерді еске алып, Құран атын түсіріп, осы Жәнтке ауылына кішігірім атшабар жасап бердік. Осы ауылымыздың жаңағы бір көрікті жері болсын, өсіп келе жатқан ұрпақ жаңағы тақымдары мықты, атқа бейімді болсын деп, ертең қаймын деген кезде қай жерге мінем десе, дайын тұрған ипподром бар, сол жерге барып мініп шауып жүрсе өте жақсы емес пе? Қазақ кезінде аттан түспеген деп жатады. Өзімде атам баласы болғаннан кейін бұрын өзі атқа сондай жақын кісі болды. 80 жасында жәнегі атқа мініп жүрген ақсақал болыпты ғой, иә? Өзі айтатын, мен жерлерді қарап келуім керек, шөпті қарауым керек, су таулатып мал іздеуім керек деп, фермаларды аралап шығып кетіп қалатын тұрмай. Мен өзім көзіммен көрдім, 80 жасына дейін өзі мініп, өзі түсетін. 80-ден кейін адам қарттығы бәрібір білінеді ғой. Сол кезде демеп жүретінбіз. 81-82 жасында да мініп жүретін. Жарықтық өзі тоже ақ өлім дейді ғой. 85 жасында ұйықтап, таңертең бір жұмыстарыма барам деп планда отырған жерінен тұрмай қалды. Бәрі қасиетті кісі деп айтады. Аттың тура мысын басатын кісі болған. Небір асауларың қасына барғанда дірілдеп, қалшылып, момын аттай тұрып қалады екен. Көрген кісілер, көрген өзімнің ағаларым, қазіргі 50-ге шақырған кісілер сөйтіп көргендерін тарих қылып маған айтып отыратын. Сол енді ауылымызда осындай біраз дүбірлі той болсын деп, кішкене халықтың жігері көтерілсін деп, осы ат бәйгесін жасадық. Машина тіктік, Нива автокөлігі бұйырса Талдықорғанға кетті, қателеспесем. Талдықорған Жетісу облысына кетті. Бәйге өте көп болды. 37 аты қатысты. 37 ат, 11-12 тай қатысты. Бәрі әділ өтті. Шын мықты жүйрік алдына дем салмай келді. Халық күбә. Енді осындай қазағымызда тойлар көп болсын. Жақсы. Енді өз басымда бала болдық қой енді. Көрші ауылдарда той болған кезде де жігерленетін. Кейін мен де атам осы нәрселерді істеймін деп, осылай халықтың алдында сөйлеймін деп. Сол арман жетті. Енді өсіп келе жатқан ұрпақ осыны көріп бір жігер алады деген ойдамын. Осындай Қалиаждар той болады, мен де осылай атам атын шығарамын деп. Жақсы. Ізгі істер мен игі бастамаларыңыз болсын ереке. Жақсы күндерде жолығайық. Қазақтың тойы көп болсын, рухы биік болсын. Сізде де аман болыңыздар. Ұлардың ақ тұлпары құтты болсын. Елдеріңізге аман есен кетіңіздер. Ниваларыңызда тек тойға жүрсін. Бәрекелді, құтты болсын. Ассалаумағалейкум көрермен. Біз кеше ғана Ақсуат ауданы Жәнтке ауылында өткен тұлпарлар тойында топ бастап бірінші келген, топ жарған тұлпар Арғымақ ұлардың иесі
Жасқайрат ағамен кезігіп отырмыз. Енді аға, көлік құтты болсын темір тұлға. Рахмет. Енді олардың шауып жүргені бүгін емес қой. Жалпы бүгін біздің көрермен үшін олар туралы біраз әңгіме қозғасақ. Әңгіме басталмас бұрын азаматтар таныстырып өтейін. Жасқайрат ағамыз, Ералы бауырымыз, ағамыздың ұлы, Таңжарық кешегі Аламан бәйгеде шабандоз болған азамат, Алтай деген ағамыз, Алтай ағамыз ат спортының маңындағы азаматтар өте жақсы біледі. Әбілқас деген ақсақалымыздың туған бауыры, өзі де атбегі. Сонымен аға, олар туралы айтайық. Олардың түп негізімен тек жөнді айтып өтіңізші. Бұл өз қайдан келген, қолыңызға қалай тиген, қол тума ғой дегенмен арғы тарихын айтса. Енді оның арғы тарихын өсегенде оның бәлен түгендеу болмайды. Енді ана бұл шетелден келген жоқ ешқандай арғы тегі. Бір кезде анауағы Құмағали деген ақсақалымыз біздің Жетісу өңіріндегі ең ардагер жаңа атбегі. Ол кісі қазір әлі действующий. Осы ат қосып жүреді, жастарға үлгі көрсетіп жүретін ақсақалымыздың бірі. Сол кісі бұл мына Оңдасын деген Жегелестегі Нико деген баладан ой ат алып жүрді бұл кісі. Сол ат алып жүргенде бұл кісі соның бәріне жүлдегенмен жүр сол аттармен. Бір атының Кердауыл деген атымен жиыпты. Онда сол жаңағы Никодан алдым деген. Соны екінші араб бір көк ат алды. Онымен біздің өзіміздің мына Лепсідегі Алакөл ауданындағы Бауыржан Оспановтың үлкен суретте тоже атты көріп отырған. Енді сондай жүлдері соң мен де бір келді ойлап жүріп осы бір ат алайыншы деп жүргенде бір 8 жылдай өтіп кетті өзі бір. Соны бір ат артып бардым мен сол жаққа. Дегелеске бардыңыз. Бұл қай жыл? Енді мен өзім енді бір 10 жылдай болды ол. 10 жылдан аспаса енді. Шамамен 2015-2016 жылдар. Сондай мен де плюс-минус сондай мөлшері сондай. Бірақ мен барған кезде ол кезде жаңағы Никоны шек болмай қалды, бірақ алдында бір хабарласқан, бір ат алсам деген. Келіңіз, аттар бар деген. Көріңіз кеп, өзіңіз бір. Мен айттым, бір бағамен ғана барам мен осы енді. Көп сондай бір қаражатым жоқ, осы жоқ, келіңіз көмектесеміз деді. Сол мен барған кезде ол кісі ана Қордайда бір бутик салып жатыр екен, сол жаққа жол жетіп кетті. Мен хабарласпай қойдым бір жерден. Сол барып едім, осы бір ағамыз бар, сөйле соған жолықсаңыз, мен айтып кетемін деп. Сол мен барғам, соны аттар тұрды, бір 7-8 аттар тұрды. Содан нетіп едім, ол енді кішкене дұрыс түсінбеді мені. Мынау $20,000 деді, біреу $15,000 деді. Енді мен ол қаражаттың ондай қаражат жоқ, мен қалтамда. Таныстырып жүрген азамат қой. Иә, таныстырып жүрді осылай деп мен кішкене. Содан кейін кішкене енді былай негемен кішкене көп сөзге былай дөлеклеу болды енді шыны керек оны мен не бір жақсы. Содан мен айттым, ондай қаражатым жоқ менің. Дебім соның жата бір 3 бие тұр екен. Бір қоңыр бие, соның бір қасқа бие желен, соның тағы бір торы бие тұр екен. Бірақ аяқтары жаңағы нагрузка алған, аяқтан кеткен нелер. Содан мен бір қасқа бие осы сатыламын дедім, сатылады деді. Содан мен оны қаншадан бұл 3,5 деді. Мен айттым 3,000-ға беріңіз, осыны мен алайын дедім. Сол қасқа бие әкелдік, ол аяғы не, бірақ одан жаңағы ақындап өзімізде жаңағы Қордайдан алған бір тай болған. Сол дөненіне жүгірттік, дөнен 5-іне жүгірттік, одан аяқтан еткеннен кейін оны біз айғыр салдық. Содан осы қасқа биеге ол айғыр салып, содан кейін содан туды. Ол айғырыңыздың түп негізін білесіз бе? Ол маған берген жігіт жаңағы қайдан келді, қай жақтың? Атарда. Атарда, е. Жақсыбай деген азамат, ол қазір действующий атбегі, ол өзі. Сол азамат айтты, енді осы мынау жеренте ол тапталықтап деуші еді. Шын алмай ғой, мына Семеурін әкеп бір 13-тей тай сатқан екен енді. Бір тайға 3 мін саттар жаңағы, тоқ бар аттар дәу. Соны сатып, соны қайтып кеткенде мен шалдың сырттан выездан бір тамақ берейін деп. Соны қарсалым, соны бір тамақ шыудан шықсам бір тапыр етеді. Сол КамАЗдың үстіне ұшсам бір тай мұзылқап кішкенде бір жерен тай. Басшақ шыға ой, мына обал ғой, таза киіп, қарам жоқ. Аттарды кері қарай итеріп, кеудесі ана суырып тұрғызып алып. Соған өтіп мен өліп қой, ешкім алмай қойған бұны. Содан бір нашарлау тай өзі ешкім алмай қойды деді. Содан кейін қайтадан бір тамақ ішіп тұрса, ол тағы да сөз. Содан мен айтып, мен обал ғой, енді
4-5-6 басым қалды, соған келем бір жетті. Оны келгенде алып келесің, мына жерде мен құдам үйі бар, Жанама деген ауылда. Соны тастап кетсеңіз, ол болды, тапсыр беріп қалды ғой. Иә. Соны сол жерге апарып түсіріп кеткенбіз. Одан кейін құдам іште өткеннен кейін жұмыс бар, бір егін шабушылық айласы бар дедім, алып келесің ба, қоты. Сол үйге ауылға алып кеттім де, Арқабыл ауылына. Сонда Мишка медет ұлым айтты, өсіп аманатына тайға дұрыстап қара. Жоңышқа болған, қара билей болған. Жақсылап әлі тайға. Бұл әлгі бір жетте келем деген, сол жоқ, бір жет 20 күн өтіп кетті. Сол күні жаңа тайды суғарып тұрса, оңал болған қара билей жақсы қарадыңыз ғой, біреу аманатты. Толды ма қол, басы деген еліктің басына көз шақырайып тұр. Sonra bir itler bir қуып жүгіріп келді ғой есін алып. Үріп келді де, енді менің росымдай жердегі, бойымдай жердегі бір сеткіден ұршып келеді ғой. Секіріп өтеді. Есегі, сол медетім балам айтты. Ай, папа, мынау жақсы ат болды ғой. Мынау тұрып келді таныдың, аяғын ұрши салды деді. Иә, келген сөйлеседі. Сол сөйлестім. Соны жарайды енді деп, бір келіскен бағамен енді алып қалдық біз оны. Сол ол күзінде уже қостық оны. Күзінде 3-4 рет қостық, ол келді. Ол кезде құнан көп. Жоқ, тай көктем кез ғой, күз болды, күзде уже жетілген қостық ол. 2-3 рет қостық, 2-3 рет келді ол. Сол кейін құнан болды, құнанда бұл ең сезонда қыстан жақсы алысып. Федорченко Петр Григорьевич деген бір орыс жігіті, Тоғжара деген ауылы біздің Алакөл. Сол орыс жігіт дайындады. Ол бұрын гладкий ат дайындаған екен кезінде Алматыда не бар ғой, ипподромда Белинский болды, сол жерде болған екен бұл. Содан сол құнанда ең бірінші сезон бастағанда ол сразу құнан ғой, біз оны топқа қосып едік. Топқа қызық беттік, телевизор қойып жатыр, құнанға анаған жылып қойып жатыр, пенде емес. Сол топтан келді бұл, бірінші бұл, құнан. Құнан кезінде топтан келді бұл. Содан кейін бұл ағай бәйге ұтап едік, ол ақын жақсы жүгірді, жүйрік болды. 2 жыл жүгірттік, енді ол любой жерге барғанда тройкада келеді өзі. 3-тің бірі болып келеді өзі. Не бір болады, не 2 болады, 3 болады. Соның кейінде аяғынан осы Георгиевке бір бәйге кеп, түнімен тиеп, бір ауырай қолайсыз келді, жай келіп, сол кезде аламан бәйгеге түсті. Сонда Георгиевке сезонда сарапқа камер еткен екен, сезонның закрыт сезонда. Маусымның жабылуы. Маусым жабылды, екеуі ең соңында клубта шығып екеуі айқасты. Содан сол бір ойпаңнан шыға бергенде скорость резко азайды. Соған не оқыды, сөйтсек сөйді аяғын ауыртқан екен. Содан аяғы ауырды, содан кейін аяғы не болып қалды, травма алды. Содан біз аяға салып, соны осы биеге салып, сол жаңағы қасқа бие. Сол қасқа биеден жаңағы покыр туды. Оны өсіп дайындап екен, осы Семей өңірінде Ақшатаудан. Бірінші құлыны покер ғой. Покер, иә. Покер, соны ат қойдық та, ол мәшіліп берді бізге. Дөненде ме, Дөнен 5-сінде ме? 5-сінде. Дөнен 5-сінде ол мәшіліп. Сол бірінші бәйге машина солыпты. Соңғы кейінде, о да сол ақынап, енді ол кезде біз 90% ат дайындамаймыз, әлде болай. Новайлап дайындаймызды қосып жүрдік. Енді жаттығанша егеремай, жаңағы Сокровныйдың Кравленный жылқының дайындығын анша енді жетік меңгеремей жүрдік ол кезде. Одан кейін жаңағы сол биеден туған құлынды айтқанда. Сол биенің жаңағы биеден, жеңілістен келген биеден туған бұл. Бұл 3-ші құлыны ғой, иә сонда? Жоқ, бұл 3-ші құлыны емес, бұл одан кейін қазір өзі 5-6-ға келіп қалған бие бар қазір, асау. Ал енді бұның апайы бар, қазір біз оны бағым деген айғырға қосып қойдық. Ана біздің Ерлан Пажолой деп айтады бізде. Біздің Алакөл ауданының Қарабалық ауылының азаматтары. Соның ғана Бақтор ма, Бақкелдінің 41-де отқан қарқаралдар, соның баласы короче. Сол біздің өмір серік қазір осы жерде мына Көкпар федерациясын басқарады біздің Алакөл ауданының. Сол өмір серік ОМК-ға берген, енді сол араласып жүргеннен кейін. Сол қазір сол айғырға сақ қойдық бұның апайын. Уже мынау жүгіргеннен кейін біз оның уже апайында да сол қаны бар ғой деп, жаңағы қасқа биенің. Соны қосып қойдық. Биылғы жылдар, былтыр жылдан бері қосылды сонда. Апай қазір 6 жасар болып тұр ғой, иә? Сол 6 жасар, 6-7 жасар. 6-7 жасар. Бірақ осы Вадим екеуі түрлері аумай тұр. Екеуі айрамайсың қазір. Бірақ ол үйретілмеген. Білмедік қой да. Енді бұның историясы сол болды оны. Мен шетелден әкелдім, Америкадан әкелдім деп өлетірік айтып, не керек ол? Міне осындай қолтума бұл айтты. Осындай қолтума тарих. Қолтума. Бұна міне пісіміне де балды да, бұна құнанында бір рет қостық, бұл жүгіре алмай қалды. Бір не жалдағымыз, Жамбылдан бір
Тұрсынбек деген тренер. Бұл жүгірте алмады. Одан кейін бір байтал бар еді, оны ол жүгірте алмады. Содан кейін бір келесіне де біз өзіміз медет екеуміз, ұлымыз екеуміз өзіміз дайындап, осы Тауғапалда барып қостық. Бұл сол Алматының қонақтардың арасынан ат дегенде 2 круг бойы алдыңғы пятеркада отырды ол. Тройкада, пятеркада отырды. Соң 3-ші кругқа қалғанда уже 6-7 болып қалды. Сол тоқтаттым, резко тоқтатсыздым ба? Шамадоз қызым айтқан, мен тоқтат деген тоқтаттым, болды. Содан кейін медетке ұлыма айттым, әмірадан бірдеңе шығады екен, болды. Енді осыдан қосып қояқты қойып, биылға тиіспекті қойып болды. Күйі төмен, бірақ енді ең мықты элитный қонақтардың арасында осында келді. Енді осы тиіспен, келесі жылында бұл не айға шығып кетті, сөйтсек байқамамыз. Содан бұл қыста қалсақ ет жүрген уже бегілі ғой, уже буазмалы бегілі. Содан февралда бөліп алақ деп жүрген, жаңағы хозяйстводан 3 жылық мал ұстаймыз, шаруашылықтағы. Соны бұны бөліп аламыз деп жүргенде, бұл марттың басында кесем, бұл уже құм ұстап кетті. Содан кейін арт жағынан бегілі ғой, сатала болып тұрады. Содан кейін біз бұл мішін айтым, құм ұстап кетті деп. Содан кейін майдың 7-сінде 9-да жаңағы жылқыны алып жүрсем, бұл әйбат болып, жылтырап, оңал болып, соны мішін айтым, ұстадым дайындаймыз деп. Ол сол бірінші жылғы дайындығында бір 3 бәйгеге ма сондайға түстік. Сол тройкада жүрді. Одан кейінгі былтырғы жыл ғой. Былтырғы жылымыз 24 ма? Сонда олар биылғыны есептеген кезде 3-ші маусым ғой. 3-ші маусым, 3-ші маусым. Алғашқы жүгіргені сол 2 рет старт бердіңіздер де, 2 рет жүгірттіңіздер де бәйгеге салып қоя қойдыңыздар. Екінші жылы, екінші жылда ғой, мен сізге біздің каналға сұхбат бердіңіз ғой бір. Бір айдың ішінде 6 рет қосып, 7-ші ретінде. Бір ай 15 күннің ішінде. Бір ай 15 күннің ішінде. 5-ші рет қосылды. Бақаншыда сіз кәгіз келдіңіз. Белла келген кезде ғой. Соны мен сізге айттым ғой. Сіз неге ана бірінші келген аттан сұхбат алмайсыз, неге деп едім. Оларға бәрі балет етіп тұрды. Содан кейін шабырсыз адамды тартым екен. Сіз сұхбат беріңізші деді. Сондағы ғой, сұхбатым ғой. Енді ол кезде біз оны бір қосып қойдық. Ат өзі сұранып тұрды. Соны қосып жүрдік. Ашылсын деп жаңағы. Сондағы Мақаншыда бәйгеде сұхбат алғансыз дейді. Жақсы. Онан кейін, жалпы сонда биылғы маусымның өзінде осы 1,5 айдың көлемінде мен өзімше есептеп отырдым. Кеше азаматтардан сұрасам, мынау жәнегі осы көлік ұтқан бәйгеде сіз 7-ші рет қосып тұрдыңыз, Жоқ. 6-ші рет, осы маусымда алғашқы қай бәйге қостыңыз? Аптысына дегенде Ұржар ауданына қостық. Ұржар ауданына қостыңыз. Ол қай уақытта? Бірінші сезонда. Маусым ашар. Ол май. Майдың где-то 7-сі ғой деймін. 7-ші май? Ол жерден? Бұл сөйлде топты бастап отырды, соны 2 болып келді. Бірінші бәйгесінде. Осы 25 жылдың маусымның бірінші бәйгесінде 2-ші болып келді. Екінші бәйгесі қай жерде? Екіншісі Талдықорған қаласында Жетісу облысының чемпионатына Олимпиад қатысты. Ол жерде де сол 30 шақырым уақытлар келді ғой. Ылғи енді сен тұр мен атайын дегендердің арасына түскенді. Ол жерде келеді деп ойлауым жоқ. Ол жерде сол старттан шығып отырды. Енді оны бүткім атбегілер біледі. Жаңағы Алматы облысының, Жетісу облысының азаматтарының бәрі біледі. Ол жерде бірінші келген атын ұмытқанмыш. Бірінші болып келген қайсы еді? Айбалта. Сол Айбалта келгенде, соның хозяйыны Байталды мен Аян деген бір атбегені шегім жетелеп жүрген оларды. Сонда айтты, мен осы Байталдан қорқып едім, осы келеді деп өзім ойлап едім деп айтып жүрген. Айбалтаның хозяйыны. Ол видеода бар өзде. Ол жерде сол 3 болып келді, соны бастап келді, сол концовкада кішкене енді бірдеңе жетіспеді ме, или ана шыққаннан отырдық алды, күш жоғалтты ма, ол 3 болып келді. Бірақ жақсы келді, енді 3-тен әлсіремей жақсы келді. Енді үшінші бәйгесі Жетісу облысы Сарқан ауданында, Бақал ауылында Аламан бәйген 31 шақырымнан бір келді жүрді. Бірінші болып келді. Жалғыз келді жүрді. 4-ші бәйгесі Ақсуат қой. 4-ші бәйгесі Ақсуат Ырғызбай ауылында үстіге. 5 Ақсуат. 3-ші болып кірдіңіз. 3-ші анавағы Бақтор, Тайван, олар 3 болып кірді ол жерде. Ырғызбай өзі 1 жыл бұрын барып, былтырғы жылы зерттеген.
осы бабамызға бір түсек шалға бұйырса деп жаңағы бір көріп кеткен бір жыл бұрын барып сәбитқазы досым екен. Сол биыл дәмдатып бардық, жаңа жүлделі болдық. Мен өзім риза болдым, бұл кісілер бағы риза болсын деп құран бағыштадық. Бұл бәйгені біздің көрермендер көрген. Онан кейінгі қас кескен ғой. Одан кейін 28 маусымда. 28 маусымда қас кескенде 25-ке шауып, 25 шақырымнан. 5-ші келдіңіздер, е? 5-ші келдік. Өтте бір тартысты тұлпарлар арасындағы бәсекеде. Мақтаттар болды, бірақ ол жерде жақсы результат көрсетті. 3-ші орыннан алдыңғы топқа кірді. 5-ші, 6-ші орыннан алдыда отырды. Өзі видеода бар. 7-ші орында алды да, 8-ші орында соңғы орында да бұл алдыны бастап кетті. Бірақ ол жерде кішкен бір ақсақал соткада не берді, кішкен сол жүр деп. Мен тыңдадым ол кісіні, енді оның атын айту немес шығар. Мен жарайды ол кісі тыңдап едім. Бұда сол жүр едім, бұл тура прямойда өтіп кетті екі ат уже. Дегенмен алдыға шығып атқан жоғалтады ғой. Ұстап отырған атта уже күш болады. Сөйлем кішкене қателестік, бірақ енді ол жерде енді мақтаттар болды, ол не бар жасыратын енді мықтылығын жасады ол жерде. Уже 5 болып кетті, риза болдық енді. 7 орынның біреуінен індік деп. Онан кейін ең қызығы 2-ақ күн уақыт өткеннен кейін Ақсуат ауданы Жәндікейге бардыңыздар. 2 күн өткеннен кейін 3 күн өтті. 3 күн өтті. Енді 28 шақты. 29-ы, 30-ы бір 3-ші күн. 3-ші күні. Енді ол жерден келгеннен кейін ана жерде 25 шақырым шауып тастады, тағы да 25. Атқа қиын болған жоқ па? Енді атты біз енді құныққан жоқпыз, шыны керек. Бір машина тұп алайық, мен осы өзім машина тұп бұлай құштар емеспін өзім. Жылқы ұтамыз, түйе ұтамыз деген сияқты. Бірақ та енді ол машина құныққан, бірақ ат өзі бір күнде есін жинады да, жақсы қарадық, 2 күнде ол есін жинап өзі белгілері беріп бұлай. Енді бар ғой аттарды өзі, аттың сыры есіне мәлім дейді. Есіне мәлім, дұрыс айтасыз. Содан ол көскен кейін ақылдастық. Кенжетайым бар, Ералы бар, Медесім бар, Шабандоз ақылдастық та. Екінші күн бұл жақсы не тренировка барып, жақсы не көрсетіп, жақсы жүріп, келіп, созып. Сонда өзінің бір белгілерін бергеннен кейін, не де болса көрейік дедік енді. Сол енді Алланың бұйрығымен. Алланың бұйрығы. Оларға кешегі бардың бұл 2 жыл шапқандағы алғашқы темір тұлпары ғой. Алғашқы темір тұлпары. Құтты болсын. Бұлар енді алдағы жоспар. Енді алдағы жоспар. Мен енді өзім ойлап жүргем, осыдан демалтайын, сол күзгі олимпиадыма түсейін. Енді бір жолдама алдық қой. Иә, жолдамаңыз бар. Жолдама бар дедік те, сөйтіп жүргенбіз. Сол енді мен енді ол автокөлік ұту мен үшін мақсат емес. Маған сол жылқы ұтып алу, жаңағы енді қаражатты қойып жүр қазір көп жерде. Бірақ мен көбінесе осы Семей өңірінде келіп Ошақтың жаңағы ұлттық ойынына қатысып. Абай облысының. Абай облысының, иә. Енді біздің халқы да солай өзі осы ұлттық ойынға бейімделген. Енді Абай атамыздың ері ғой. Мағлұм айтты, халқының ниеті дұрыс. Жетісу облысымен енді салғастырсақ, көшілгері бұлай не, бірақ та ұлттық ойынға келгенде боксшылар жанын беріп, сол нені ұлттық ойынды өте жақсы жасайды, өте жоғары деңгейде өткізеді, береке бірлікпен жаңағы ас береді, хатым түсіреді, үлкен кісіге құран бағыштатады. Сол мен соны осы жерге өзім нем осы қатарып қояды. Алла берекесін берсін, тұлпар аман болсын, шаба берсін. Енді бұл қазақтың рухы, ұлттың дәстүрі ғой. Ат спорт дегеніміз біздің ата дәстүріміз. Бапкер, ең жас бапкерсің ғой дейміз Қазақстандағы. Сен өзі 7-8 жасыңнан аттың жанында жүрсің ғой, әкесінің жанында. Енді өзің бірдеңе айта ғой. Әкеңнен не үйрендің? Оларды қалай баптайсың? Арғымағыңның қандай бір ерекше мінездері бар? Еркін қысылмай айта бере ғой. Мынау кеше олардың таққан жүлдесі ғой. Құтты болсын, құтты болсын. Осындайдың жүзін тақ. Жүрін алмасын. Айта ғой. Ең басынан мен әкемнің үйреткен бірінші атым болған, оның аты Шаңырақ. Әкем бүйтіп үйреткен бірінші бүйтіп алғашқы айналу. Айнашқа айта бер ғой. Бірінші бір кругқа 3 километрге бір конёвсканы ставимыз да, сол жерге атты түсіреміз, одан кейін реттеп мінеміз да, сол жерден бастап
Дәутөбеге шейін, Дәутөбе дейтін бар, сол жерден 3 километр былай жүреміз. Солайынан жүріп үйрендім. Одан кейін бір жылдан кейін оларға шаптым, оларды дайындадым. Олар ақырын баста білінді. 2023-тің бірінші бәйгесіне 500 ұмытты. Сосын барып, келесі жылы 16 бәйге түсті. Айтпақшы, 2024-те олар 16 бәйгеге түсіпті, е? 16 рет, е? Кеше, 16 бәйгеге түсіп, соның 14-те жүлделі болды деген кеше. Ақпарат сен айтты ғой бауырым, маған. 16 бәйгеде 2024-тің 14-те жүлделі болды. Әйтеуір, алғашқы бестікке кіріп отырды ғой. Менде бұл да бір елдерін шыны керек, енді таза қандылардың өзі менмін дегендер, айына 1 рет, 2 рет қана ары кеткенде, бір маусымда 4 рет түссе, соның өзін табыс деп жүргендер бар. 16 тарысты бәйгеге түсу деген ол тұлпарына ғана берілетін қасиет. Олар өзі бір келеттен бұл айтамайды. Дайындық уже келіскен кезде бұл алып қашады өзі. Соның алып қашып кеткенде жылап келе жатады. Әкең ана сұлтан неге келмейді деп. Өшін аягөз сұлтан. Неге деймін, ол сұлтан бақты ғой. Сұлтан неге келмейді, ие болатын деп. Алып қашып кетіп қалады бұны, бір тауы қарай алып кетеді. Сөйтіп үйрендік. Қазір уже қорықпайды, дайындайды. Осы ең баланың еңбегі дайындаған бала ғой, шапқан баланың дайындығы несі жаңағы. Бұны көмектесетін енді. Жақсы. Шабандоз, өзіңізге кішкене сөз кезегін берейік. Таңжарық, нешінші жауап тұрсың сен оларға? Оларға 4 рет жауап. 4 рет па? Осы маусымда? Осы маусымда 4 рет жауап тұрсың. Енді олардың, сен енді аттың үстінде тұрғанын атты сезесің ғой. Енді ол атты дайындықта сезу бөлекті, бәйгеде сезу ол мүлде бөлек дүние. Сондықтан да кешегі бәйгедегі, жәнегі таскескендегі бәйгедегі олардың мінез құлқы, өзің жәнегі сол бәйгенің жолы өзіңе қалай әсер етті, сол жөнді айтып өтші. Кеше қандай тактика қолдандың? Оларды мен кеше старттан шықтым. Өзі бір бала құлады, сол атты алдым солтта. Мен тартып оттым, анат айдады, менің де атым айдады. Bir kuru aynalıp geldik. Mereğin canında ana turta gitti. Мен алдына отырдым. Сол жеті группқа шейін отырды. Аттардың әлсірегенін білдім де ақырын ұстадым. Бір екі келген ат менімен отырды да соңғы группқа шейін. Соңғы айдалымға дейін екеуің отырдыңдар. Соңғы айдалымда 1 километр қалғанда шамамен сен бір жіберіп алдың, атты. Бір сынап көрейін деп. Сол кезде бір 15-20 метрдей алдыға шығып алдың, Сонан кейін жеке дара келдің ғой. Атты сездің ғой, болды енді. Шауып кеткен кезде сездің ғой, бірінші келген атыңда. Басқа аттардың, берекелі болсын. Тағы да айтқым келе ме? Тұлпар жөнінде, ұлар жөнінде, шабандоз ретінде сезінгеніңді, ойыңды қысылмай айта ғой. Таскескенде шапқанда 16-да отырдым. Соңғы группқа шейін отырдым да. Соңғы группқа кеттік. Кішкене созып еді, сол концовкада болмай алды. 4 ат өтіп. Бәрібір жүлделі болдың ғой. Енді 2 күннен кейін. Енді білмеймін, мен бәйгенің тарихында 2-3 күннің көлемінде арасында 2 күн салып 25 шақырымнан шапқан тұлпарлар ашысы санаулы шығар. Солардың бірі ұлар болып тұр. Алдай аға, енді өзіңізде ұларды кешеден бері, бірнеше уақыттан бері көріп, танып, біліп жүрсіз. Өзіңізде Қаражаяу емессіз. Әбілқас ақсақалдың бір белгілі атбегі. Бұл Абай өңірі ғана емес. Жалпы қазаққа белгілі атбегінің туған інісі ретінде де ол кісінің де тұлпарларын баптадыңыз. Жалпы мынау біз әңгіме қылып отырған тұлпар туралы қасиеті туралы өзіңізді байқағаныңызды айтыңызшы. Бұл Әбілқас ақсақал бұл кісі енді бұрыннан совхоз болғанда Қарақолда 10 жыл совхоз директоры болған кісі, мына Ақтоғай Қопада совхоз директоры болған ол кісі. Бұл кісі атпен бұрыннан айланысып жүрген ғой. Енді Алтекең осы сол ағайынды ол кісі Өзбек Әбілқасым ақсақал. Ол енді осы
аягөз ауылының құрметті азаматы, Азаматы, ол кісі. өте сыйлас Содан адам. осы танысып, содан ол кісі мені өзіне тартып, мені бауыр жасады. Мен ол кісіні солай сыйлап құрметтеп жүрдім. Сол үйге келіп жүрген Алтай ол кісінің інісі, Алтайдың да көмектесіп. Содан Алтай Аймандай деген атын дайындады ол кісінің. Содан сол Аймандайды дайындап тура Шәкәрім бабамызға барып енді, соны менде Қубас атымды алып, және Қубастың сол кезде жүгіріп жүрген келді. Сол жерге жақындағанда бір жаңа ақсақалымыз айтты, ой сені Қызыл Шиқан тасқа барып, атты салып аяғын кетейін деп жүрсің ба дегенге мен қорқып, как раз 4 күн 80 жылдық болды аягөз. Сол келдім мен Алтайға айттым, Алтайға мен Стаклич, мен Аққу биемен барайын, мына сағын Стаклин атты дедім. Жарайды, соны бұл Аймаңдай соны ақсақал көлік табылмай тұр екен да. Соны ашуланып кішкене ренжіп жүр екен. Содан мен Қубастың бір орын бар екен, ол сені ала кетті деді. Мен өзімді біреудің көліктермен кеткенмін. Талғардың екі жорға кеткен, алмас дегенше. Содан мен оны уговаривать еттім, қой ақсақалды ренжітпей алып кетейік. Ол кісі кішкене епті. Жол жаман екен, ой убитый екен, тудасы. Мен уважаемый кісі бұл кісі енді алып кетейік деп. Соны Аймаңдайды алып кеттік, бірақ Алтайдың дайындаған. Сонда Шәкәрім жеңімпаз болды. Мен алып бардым. Мен бием бұл кісіге көп соперник болып кетті қой. Содан бұл кісі бірінші кеп Аққу 4 болып қалды. Орын бар бірақ 5 орын. Сонда сөз автокөл кетті бұл кісі. Соны өзі атты жақсылайын дейді. Соны енді кешеде біз өткенде мен бұл жерге тоқтам өтпеймін. Қасым ақсақал енді марқұм сол дүниені болып кетті. Мен осы жерге келіп ат бірдем алдым, Алтаймен әңгімелесем, қабырғамызбен ақылдасып солай шығамын. Мен сол Алтайдың осындай азамат неке. Ол ақсақалдың қара шаңырақта отырып ол кісімен. Сол кісінің қорасында отыр қазір бұлармен. Алтайға өзіңіз десіп. Жас қайратпен ертеден араласып келеміз, ақсақал тірі кезінде. Мен жаңа айтып отырып, Қубасты жүгіріп жүргенде мен Аймандайды, Елікті жүгіріп жүрдім. Елік деген аттың өзі 16 рет келді бір жазда. Бір жазда 16 рет келді. Жаңа айтып отырып, қайраттың суы не сияқты, оны Елігі 16 рет келді. Аймандай деген ат қойды. Неше түрлі аттар жараттық енді. Кейін денсаулыққа байланысып қойдық. Біраз демалайық дедік. Енді Қайратты құттықтаймын жеңісімен. Қай жерге барса да 3-тің бірі болып келіп жүр. Енді бүгін міне адамына тағы үлкен жеңіл мәшіне келіп отырған абырой, үлкен абырой ғой. Анау Шаралдан келіп, Тарбатайдың бөктерінен келіп, байбұтып отырмыз. Жеңісің құтты болсын Қайрат. Атың шаба берсін әрқашанда. Келе берсін тұлпарың. Енді қазақтың тұлпар деген өзі қанаты ғой, қанаты қазақ. Аман болайық осылай жарыстарға оза берсін атың. Сол болсын, саған да рахмет енеміне. Өзің атқа құмар жігіт екенсің. Ұлттық ойынды дамып жүрген жігіттің бірісің ғой енді. Ризамыз саған. Сол. Жақсы. Сонымен, олардың бір өзіңізге ұнаған бір қасиет жөнді айтып өтсеңіз, енді атбек ретінде, атбегінің көзқарасы ретінде. Өте есті жылқы анау. Есті жылқы. Таңертеңге осы таңертең құмалақ тастасынан айттым мен. Қайрат ерте сағат 4-те тұрып кетті. Таңға жоқ кетті. Бір 2-ақ сағат ұйықтады, өзі 2-ге таман келген, шағынан шаршып кетті, піскен жоқ. Соны таңертең келіншегім айтты, мен Қайраттың 2 атада келеді, екеуінде тезек құмалақ тастаса айбат екен дедім. Жоқ, құдай аузыма салды ма, енді сол бұлар бірінші болып келді. Бұлар енді бір жаңа айтып отыр ғой. Жылқыны көп мақтай беруге де болмайды. Тілде болады, көзде болады. Сондықтан Құдай кесірінен сақтасын. Тұлпар аман болсын. Денсаулық, халқымыз аман болайық. Осындай тойлап жүру керек. Аман болайық бәрімізде. Жақсы. Жақсы күндерде жолыққанша, жүлделі бәйгелерде, рухты тұлпарлар тойында кезгейік. Қазақ аман болсын. Ұлттық өнеріміз өркендей берсін. Жақсы күндерде жолығайық. Рахмет аға. Рахмет бауырым. Алла разы болсын. Жаңа аға жақсы рахмет. Жақсы. Алтайға рахмет. Ай бауырым, чаба бер. Жақсы күндерде жолығайық.
Ага.